Армысыздар менің тыңдармандарым, арнама қош келдіңіздер. Арнамның дамуына үлес қосып, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Арнама тіркелмесеңіздер, міндетті түрде тіркеліп өтіңіздер. Көп рахмет. Нұрсезім тағы да тұрмысқа шықпақшы. Өзі жалғыздықтан жалқалы қашан. Бақтығалиді қатты ұнатты. Оның қамқорлығы, ерге тән бір сөзділігі ұнаған еді. Алдыңғы сәтсіз болған қос некесінен кейін енді тұрмысқа шықпаспын ау деп, жеке өмірін жылы жапқан, оның шешімі осылайша өзгеріп сала берді. Өмір адамның өз ойлағанындай бола берсе ғой. Бірақ Нұрсезімнің өмірі әуе баста әдемі өрілмеді. Бұрын 2 рет кеуде болған оған 3-ші мәрте жар таңдау әрине оңайға соқпады. Елдің гу-гу әңгімесінен қоса өзінің де қорқынышты іштей жеп барады. Сырттан қараған жан үшін көзге шыққан сүйелдей боп көрінгенмен, Нұрсезімнің де өз шындығы бар еді. Бірінші курста жүрген жерінен өзін сырттай ұнатқан Еркебұлан оны алып қашты. Жас, ештеңеден хабары жоқ Нұрсезім қазақылыққа салынып, үлкендердің сөзін аттап кете алмады. Амалсыз не бары 17 жасында келін атанды. Қазір ойлап қараса сәл ересектеу кезі болса қолды бір сілтеп кетіп ақ қалар еді. Бірақ түскен жері оның оқуына қарсы болмай, ұлдарымен ертіп қалаға жіберді. Олар бәлкім жібермес пе еді, кім білсін. Ата-анасының алдынан өткенде Нұрсезімнің әкесі құдаларына қыздарын оқуға жіберу керектігін, олай болмаса ештеңеге қарамай айырып алатынын қадап айтқанды. Оның үстіне жап-жас оқуға кеткен қыздарының ақ жаулық салып, аяқ асты келін болып шыға келгенін көпке шейін кешіре де түсіне де алмады. Оңашада еліне: қызыңның не ой бар екенін де білмейсің. Қандай анасың? Ана жігітті танымайтын да сияқты. Әкесі қайдан? Маған да ондай жігіт барын айтпады. Алып қашып көндірді ме деп қорқам. Босқа баламызды бақытсыз етеме деп. Қой енді, өзім алдым, өзім қалдым деді ғой. Демек бұрыннан танитын болар. Қайда, барған жері аса ұнамады. Осыдан қызыма жамандық жасаса ештеңеге қарамайым деді. Әкенің әуе бастан ұнатпауы бекер емес екен. Еркебұлан ішкілікке жақын болып шықты. Нұрсезім басында қонақтықтарда ғана ішетінін көрдетін. Кейін үдей берген сонша үйге қонбай, жағалап жүруді әдетке айналдырды. Еркебұлан, қойсаңшы, не ішу? Тіпті таза алқаш болып барасың деді. Жаным, қоям, рас сөзім. Нешінші рет берген уәдең бұл? Рас айтам, сенші маған. Енді аузыма татып алмайым. Еркебұлан әр ішіп, үйде ауырып жатып тұрғаннан соң уәдені үйіп төгетін. Тіпті соңғы ақшасына келіншегіне сыйлыға келетін. Бірақ ұзаққа бармай қайтадан дос сымақтарымен ішіп кететін. Бұл жағдай жалғаса берді. Әйтеуір Нұрсезім деген шығар жаны бөлек. Айтқанын бұлжытпай орындап сау кезінде төбесіне көтеретін. Мас кезінде Нұрсезімге жамандығы жоқтын. Үйтіп-бүйтіп жүріп олар оқуларын бітірді. Бір қалада іргеде отырған соң оларға Нұрсезімнің әкесінің көмегі көптен тиді. Қызына ақша беріп студентсіңдер ғой деп тамақтарына дейін әкеп тастайтын. Ондағысы көзінің ағы мен қарасындай болған 2 қызының бірі кенжетайын ештеңеден кем болмаса деп ойлап жүретін. Нұрсезімнен үлкені Айсезімге алаңы жоқ. Өйткені тұрмыстары да түзу, балалары да бар. Тыныш отбасы. Үміт күтіп, қолымызда әзір тұрады деп жүрген Нұрсезімнің өмірінің бұлайша өрбіргенін іште қаламаса да амалы жоқ еді. Әйтеуір бір жұбанатыны Еркебұланның адамгершілігі бар, жақсы жігіт екені еді. Бірақ күйеу балаларының ащы суға жақындығын ол соңғы кезде анық сезіп жүр. Қызым, күйеу баланы жаман демеймін, ақ көңіл, ашық, жұмсақ адам. Рас, көзім оған жетті. Сені де жақсы көреді. Бірақ меніңше ішкілікке тым жақын секілді. Жоқ әке, анда-санда ғана, былайша көп. Қызым, мен келгелі 4 сағат болды, ал қайда ішпесе. Қызының қолындағы шүберекті шиыршықтап тұрып қалғанына қарап, қызым, әлі жассың. Оның ісіне кішкентайларыңда жоқ, ажырассаң қайтеді. Сосын ол мүлдем ішіп кетеді ғой. Үлкен ересек адам, өз өміріне өзі жауапты. Сен ең алдымен өзіңді ойла.
Өмірің өтіп барады деді. Әке, қашанғы пәтер жалдайсыңдар? Ең болмаса жөнді жұмысқа да тұрмады. Үй алып, үй болуды ойлайтын жасқа жетті емес пе? Сен өзің ғана ақша тауып жүрсің, бұларың жарамайды. Әке, ерке бұлан ауылға кеткісі келеді. Сосын, одан сайын алқаштыққа салыну үшін бе? Жоқ, қайта әкесі мен анасының жанында ішпей ме деп ойлаймын. Әй, қызым-ай, аңғал қызым-ау. Ертең сені апарып, шаруға салып, отырғызып қояды да. Өзі ләйліп ішіп жүрмесіне кім кепіл? Қайдан? Ақыры олар азды көпті заттарды жинап Еркебұланның ауылына көшті. Алғашында бәрі жақсы болғанмен, кейін тап әкесі айтқандай жағдайға келе бастады. Бір-екі рет ішіп келген Еркебұлан еті үйрене келе қаладағы әдетіне басты. Әкесі мен анасы ұрысып та айтты, ұрып та айтты. Тыңдар құлақ болмады. Сауылғанында одан жақсы адам жоқ. Қора-қопсыны жинап, малға дейін қарап шаруаны иіріп әкететін. Бірақ шыдай алмай қайттан ішіп қоятын. Нұрсезімге жалынып қоямын деп уәде еткенмен, сол баяғы құрғақ уәде құрғақ күйінде қала берді. Уақыт өтіп, Нұрсезім ауылдағы жалғыз жұмыс орнына мектепке тұрды. Сағат алды сабақ беріп үйреніп келеді. Әйтеуір жұмысымен алданып жүреді, үйінде қайын-інісі мен қайын-сіңлісі бар. Қайын-інісі жұмыста, қайын-сіңлісі мектепте оқушы. Жанына жалау болып ас үйге кірсе жанында көмекші болып жүретін қайын-сіңлісі Тұмарды Нұрсезім қатты жақсы көрді. 11 класста оқитын ол жеңгесінің әрі көмекшісі, әрі құрбысында еді. Не жасаса да екеуі бірге жүретін. Еркебұлан оларға сырттай қарап, Тұмар, менің қарындасымнан гөрі сенің сіңлің секілді дейді. Иә, Тұмар өте жақсы қыз. Өмір жолы жақсы болса екен, биыл оқу бітіреді деді. Иә, қыздың өмір жолы ауыр, оның рас. Жаным, мен саған қиянат жасағандай көрінем. Өзім ұнатқан соң сенің сүймейтініне қарамай алып қаштым. Кейінде шекеңнің шалқып, жүргені шамал. Сенің әкеңнің көмегімен әупірімдеп оқып шықтық. Енді түк болмағандай ауылға алып келдім. Ішетінім бар. Сені бақытсыз қылдым. Кешірші мені. Еркебұлан, олай деме. Боларыс болды, басымызға жазылған тағдыр осы шығар. Өзіңді кінәлама. Мен саған үйрендім, жұмысқа тұр. Арағыңды қой. Басқа маған ештеңе керек емес. Жаным, кешірші. Қойшы болды, мен бақытсыз емеспін. Оны қайдан шығардың? Расында Нұрсезім басында өте қатты қиналған еді. Тіпті түн баласы күйеуінің жанына жоламай, біраз әбігерге түскен еді. Еркебұлан да шыдамдылық танытты, оның үстіне қыздың өзін ұнатпайтынын білгесінде әйтеуір оны ренжітпеуге тырысатын. Өзіне тең көрмейтіні тағы да бар. Нұрсезім ақыры уақыт өте келе үйреніп кетті. Көніп кетті. Баламыз болса деп қанша тілегенмен болмады. Оны айтып есіне салатында күйеу жоқ. Еркебұлан, жұрттың күйеулері бала тусайшы деп қолқалайды. Сен неге сұрамайсың? Бала қаламайсың бәлде. Жұрттың күйеуін қайдан білесің? Сен де бір ғана мемін емес пе? Ол қалжыңдай күлді. Мен әзілдеп тұрғаным жоқ. Мен де бола жатар. Оған неге алаңдайсың? Мен қаламайды ғой дейсің бе? Мен де қалаймын. Құдай бермесе қайтеміз? Ай сайын мазалап айта берсем саған күшті болама? Қатырасың. Ол орнынан тұрып келіншегінің жанына келді. Оның маңдайынан сүйіп, өзіне тарта құшақта. Балада басқа да болады. Саспа. Осылай Нұрсезімнің өмірі ауыл тірлігінің арасында өте берді. Еркебұлан үйдегі шаруаны қолына алып, өзінше жоспар құрып, мал басын көбейтпекке кірісті. Бірдеңеге алаң болса арақты аузына алмайтын әдеті. Оң өзгеріске бәрі қуанып жүр, енесі. Нұрсезім, күйеуің түзеліп келеді деді. Иә, байқадым. Енді түгел қойып кетсе жақсы болар еді. Сөйтіп жүргенде Еркебұлан жаңа жыл кеші күні қайта ішіп кетті. Оның соңы достарының сөзіне еріп, сол отырмаққа отырып. Мен екінші әйел алмақшымын, бірақ Нұрсезімнен айырылмаймын. Тоқалым бала туса, соны Нұрсезімнің бауырына саламын деп қойып қалды. Өмірі бұлай қорланбаған Нұрсезімнің көзінен жасы ытқып шықты.
Отырысы отырыс болмады. Орнынан атып тұрып түрегелген ол сыртқа қарай ата жөнелді. Сырт киімін кие сала далаға жүгірген оның соңынан құрдас келіншек Айдана ере шықты. Нұрсезім, тоқташ. Ең болмаса күртеңнің алдын жапшы, аяз ғой, деді. Мен шаршадым. Адам бола ма десем, кері кетіп барады. Ішпей жүреді, шыдай алмады. Бұл адам болмайды. Қойш ер адам, оның үстіне ішіп отыр. Оның сөздеріне ренжімей қайтесің. Қалай ренжімейін? Қалай ренжімейсің? Азып барады. Айтып отырған сөзін қара, мен кетем. Жаңа жыл болғасын ішкен шығар енді, бір ашуыңды бер. Сол, шын айтып отыр деймісің? Ішкен адам не демейді, қайтесің? Айдана, мен 17 жасымда күйеуге шықтым. Құрбыларым рахаттанып өз үйлерінде еркелеп жүргенде. Мен күйеуім бүгін сау келемекен, әлде ішіп келемекен, деп терезеге алаңдап қарап жүрумен болдым. Ештеңе көрген жоқпын. Басқасын айтпағанда жас болып киноға да бармаппын. Отырмақтарға да анау ішіп қоймасын деп бармаймын. Туып жатқан балам жоқ. Қаралып көрмедің бе? Көрдім, менде бәрі жақсы. Ерке бұланға қарал деп едім, бармайды. Ай, жаным ай, не дейін? Сен қысылма. Отырғандардың бәрі ішкен соң сандырақтап отырғанын білмейді ғой дейсің бе? Айдана, мен кеткім келеді. Тұрғым келмейді. Әкем баяғыда ол өзгермейді дегенде тыңдамап едім. Бекер болыпты. Ол үйіне жетті, Айдана қоштасып кері кетті. Ол үйге кірмей біраз отырды. Тоңып та барады. Бір кезде үйдің сыртқы есігі ашылып аулаға жарық түсті. Тысқа шыққан енесі екен. Қызы, қараңғыда неғып отырсың? Нұрсезім болған жайда енесіне шайыр салды. Ақымақ-ай. Анау досымақтары бірдеңе деген шығар. Ішкесін аузына келгенін аталып отырғаны да. Оны қайтесің? Күрейге. Ауырып қаларсың, деді. Ертесі ерке болан, кеше неге ерте кетіп қалдың, жаным? Өтірік есіңнен танба. Ештеңе есімде жоқ. Онда алқаштарды емдейтін жерге жатсаңшы. Мен алқаш емеспін. Алқашсың. Алқаш болмасаң не айтқаныңды білуің керек. Алып кел, тоқалыңды. Бала туғыз. Мен бауырыма салайын. Тездет. Көктемге дейін әкел. Әйтпесе бала туылу үшін де 9 ай кетеді емес пе? Не тоқал? Қайдағы бала? Ол расымен келіншегіне таңғала қарады. Саған сөзім шығын, мен сенен шаршадым. Ажырассақ қайтет, деді. Ол не дегенің? Бала болмаса болмасын, бірақ менен кетпе. Ойыңа далма. Қажет болса бала асырап аламыз. Жоқ, менің денсаулығым жақсы, шағымым жоқ. Мен өзімнің туған балам болғанын қалаймын. Асырағым келмейді. Олай болса сабыр сақта, бола жатар. Сен шесің, қаралмайсың. Менше бала болмау себебі сенен. Ешқашан күйеуіне жанына тиетін сөз айтпаған Нұрсезім, оның түндегі әрекетінен кейін әдейі солай деді. Қатты болып барасың. Ауырма? Сөз сүйектен өтеді, Кешегі сөздеріңде менің сүйегімнен өткен. Кейде адамды сөзбен іс қатыгез қылады. Ол бөлмеден шығып кетті, осы күннен бастап Еркебұлан арақ аузына алмады. Шаруасымен айналысып, мол табыста келіп жүр. 8 наурыз мерекеге қарсы анасы мен қарындасына және Нұрсезімге сыйлық жасады. Жаным, мерекеңмен. Ол алтын жүзікті беріп жатып, мені әрқашан ұмытпа, осы жүзік естелік болсын деді. Естелігі несі? Қатырасын, көп рахмет. Сені қуанқым келеді. Сен дұрыс жүрсең, соның өзі маған қуаныш. Бәрі де жақсы болады. Сосын қалаға барғанда түгел тексерілдім. Рас па? Нұрсезім қуанып кетті. Орнынан ұшып түрегелді. Аса қорқынышты нәрсе жоқ екен. Аздаған дәрілер берді, сатып әкелдім. Уақытылы ішіп тұрайын, ұмыттырмай, рет-ретімен өзін қадағалап беріп жүрші, деді. Әрине, жаным. Ол алғаш рет күйеуіне жаным деді. Мені жаным дедім бе? Ол келіншегін құшақтай алды. Көресің, әлі бұйырса, ұлды да боламыз, қызды да боламыз. Әрине. Нұрсезім тап қазір жүктілігін білгендей қуанды.
Келін мен баладағы өзгерісті үйіндегілерде аңғармай қоймады Айдана. Нұрсезім, соңғы кезде көңілдісің деді. Бәрі жақсы. Арамызда жақсы қазір ішіп жүрген жоқ. Сен үшін қуаныштымын. Негізі Еркебұлан жаман жігіт емес қой. Біздің үйдегі үнемі мақтап отырады. Арада 3 ай өткенде Нұрсезім өзінің жүкті екенін білді. Төбесі көкке жете қуанған олар ай санап, күн санап 9 айды әрең дегенде өткізді. Айы күні жетіп, ол балпанақтай ұлды дүниеге келді. Атасы, Еркебұлан, баланың әкесі өзіңсің. Есімде де өзің қоюың керек деді. Тұңғыш немереңіз ғой өздеріңіз? Жоқ болмайды. Дінімізде де балаға есім беру әкенің міндеті. Дұрыс есімді келін екеуің ақылдасып, таңдаңдар. Бізден рұқсат деді. Онда есімі Тәуке болсын. Ел басқарар хан болсын деді. Осылайша олар Тәукенің қызығын қызықтап, бәрі жабыла бақты. Шиенді болғалы Нұрсезімнің әкесі мен шешесі де жиі келетін шығарды. Атасы мен енесі тіпті баланы қарасамыз деп қонақтықтарға кезектесіп баратын. Кішкене дыбысы қыңқ етсе, бәрі жетіп келетін. Әйтеуір көптен күткен қуаныштары болған соң Тәукенің бар қалауын жасайтын. Араға жыл салып, ол бір жасқа толғасында олар ұлан асыр той жасады. Тойға алыс жақын тумалар жиналды. Тойда керемет өтті. Той соңы қонақтар тарқап жатқанда әкесі, Еркебұлан, ана Күләйша апаңды ауылыңа өзің апарып сал, деп жұмсады. Сол кеткеннен Еркебұлан үйге оралмады. Жолда жол апаты болып, бақилық болды. Артында аңырап әке мен ана, ұл мен келіншек қала берді. Есеңгіреп ойда жоқта ұлдарынан айырылған әке мен ана естерінен танды. Біразға дейін өздеріне келе алмады. Нұрсезімнің де жағдайы мәз емес. Ұлын құшақтап жылаумен болады. Шаруада басқада жайына қалды. Үйлері қайғы шамылып, бір сүреңсіз күндерді бастарынан кешті. Көңілсіздік жаулаған үйлері көпке дейін еңсесін тіктей алмады. Өлмектің артынан өлмек жоқ. Ақырында бар шаруаны Еркебұланның інісі алып, алға қарай жүре бастады. Еркебұланның жылы өткелі бәрі арада тағы да бір жыл өтті. Бір күні Нұрсезімнің әкесі ескертусіз келді. Оның келгенінен құдағайдың қабағы түсті. Құдағай, арнайы келдім. Күйеу баламыздың кеткеніне де 2 жылдан асты. Алланың ісіне не шара? Қолымыздан ештеңе келмейді. Бірақ өмір жалғасып жатыр. Нұрсезім енді бұл жақтан естиді. Өмір бойы жалғыз осы ауылда жүрмейтіні анық қой. Өздеріңіздің рұқсаттарыңызбен мен қызымды жаныма алсам, өзім қамқор болсам деймін. Өздеріңізден күтіп едім. Онымен сіздер ештеңе демегесін өзім ұсыныс жасап отырмын. Айып етпейсіздер. Баталарыңыз бен рұқсаттарыңызды берсеңіздер. Еркебұланның әкесі үндемегенмен анасы Тәукені қимаймыз. Бізге қалдырып кетсе деген тілегіміз бар. Кеуі әйеліне, оның не дегендей шалып қарады. Құдағай, буынсыз жерге пышақ ұрып отырса, анасы тірі тұрғанда адам баланы айырама. Анасы балаға ауадай қажет емес пе? Онсыз да әкеден бұғанасы қатпай жатып айырылған баланы қалай анасынан тіріде айырамыз? Баланы қызым тастамайды, ренжімеңіздер. Ұлымыздың көзі ғой, Нұрсезім жас, әлі балалы бола жатады деген ойым еді. Тірі жүрсе немерелеріңіз аман сау ер жетіп, Еркебұланның тұяғы болып өседі. Сырттай тілекші болып отырсаңыздар, көрісіп те тұрарсыздар. Негізі, біз тумалар ақылдасып, не айта алмай отырсыз? Қазақтың салтымен әмеңгерлік, не деп отырсыз? Қызымның көрмегені сол еді енді. Баяғыда келісімсіз дымсыз алып қашып кетіп үйленді. Оған көндік. Енді тағы да сүймеген адамына әмеңгерлікпен қосып, сіздерге не менің қызымның өмірі ойыншық па? Әмеңгерлікті өздеріңізге қолданарсыздар. Қызым, Нұрсезім, жиналып, жолға шығамыз деді. Ақыры Нұрсезім ұлын алып әкесіне еріп қалаға келді. Қоштасу оңай болмады, бірақ алдағы өмірін ойлауы қажет болды. Қалаға келісімен әкесі оны мектепке жұмысқа тұрғызды. Ондағысы тездетіп өзіне келсін деген еді. Ұлды өздері қарасты арасында атасы мен енесі үйлеріне келіп, Тәукені көріп тұрды.
кейін басқа немерелері болғаннан кейін келулері де сиреді. Нұрсезімде олармен етене араласпады. Әйтеуір жылдар жылжып, арада өте берді. Нұрсезімнің мектеппен үйдің ғана арасын жолығып жүргеніне де биыл 3-ші жыл. Тәукенің де мектепке барар уақыты келді. Ол ұлын өзі жұмыс жасайтын мектепке берді. Өзімен бірге барып келеді. Әкесі Тәуке мектепке баратын болған соң көлік алып берді. Олды тондырасың, көлік мінгенің жөн деді. Рахмет, әкешім. Тәукенің арқасында енді көлікпен жүретін болдым деді. Бір күн әдеттегідей ұлын алып кетіп бара жатқан Тәуке, анашым, Зәурені жалғыз тастамайықшы. Оны күнде әкесі өте кеш алып кетеді. Өзі қалып қояды, жанында бола тұрайықшы деді. Ол өзі Құралпылас тобындағы кішкентай сүйкімді қызды көрсетті. Жақсы, жүр. Олар Зәуренің жанына келді. Кім алып кетеді? Әкем, мүмкін ана. Қайсысы келетінін білмеймін деді. Олар жарты сағаттай тұрды, сүріне қабына бір жігіт жүгіре жетті. Сәлеметсіз бе? Күтіп қалдыңыздар ма, баяғы кептеліс? Оның үстіне анасы тақағанда барып айтты. Ештеңе етпейді, шеткізіп салайын. Жоқ, рахмет, көлікпен жүрміз. Жақсы, сау болыңыз. Осыдан кейін Зәуренің әкесін Нұрсезім жиі көретін болды. Аса мән бермегенмен көрген жерде әлгі жігіт шік шапар болып амандасып, тілдесіп қалуға тырысатын. Апай, сізді боламын. Иә. Үйіңізге апарайын десем көлігіңіз бар. Кешкі асқа шақырсам қалай қарайсыз? Біріншіден, біз таныс емеспіз. Есімін де білмейтін жанды қалай асқа шақырасыз? Екіншіден, сіз отбасылы адамсыз. Сондықтан бұныңыз ұят. Сау болыңыз. Тоқтаңызшы. Нұрсезім кетіп қалды. Ертесі тағы да келген әлгі жігіт. Танысып қоялық. Есімім Шеңісбек. 9-шы мамырда дүниеге келіппін. Сізден 3-4 жас үлкенмін деп ойлаймын. Отбасым жоқ. Тездетіп айтып тастамасам тағы да кетіп қаларсыз деді. Қалай отбасыңыз жоқ? Зәуреші. Есіміңізді білгім келеді. Нұрсезім. Керемет есім. Ол дереу сөзді бұрып әкетті. Ол жиі көрісіп тұрды, бірақ Нұрсезім онымен кешкі асқа бармады. Ол оны әлеуметтік желіден іздеп тауып жаза бастады. Суреттерін қарап шықты, отбасы расымен жоққа ұқсайды. Бірақ Зәуре әкем демеп беді. Күмәнданып та қояды. Шыныңызды айтыңызшы, отбасыңыз жайлы ашып айтпадыңыз. Кешке бірге ас ішейік, сол жерде түгел өмір тарихымды баяндап беруге серт берем. Түгел тарихыңыз қажет емес, жай. Келісіңізші. Жақсы, келістік. Ол кешке айтқан уақытында келіп Нұрсезімді үйінен алып кетті. Олар тыныштау жерге келіп отырды. Нұрсезім, мен бұрын отбасым болған адаммын. Зәуре менің қызым. Бірақ анасымен бөлек кеткелі біраз болды. Не үшін ажырастыңыздар? Араласқандай болмайын, жалпы. Тұра алмадық. Ұрыс керіс жиі болатын, ақыры ажырасумен қосылудан шаршап түгел кетістік. Арада бала болған соң сақтауға келмеді ме? Сол сақтауға келмеді. Зәуре қазір қайда тұрады? Анасымен. Бірақ сабақтан мен аламын. Кейде біздің үйде жүреді. Түсінікті. Ал сіз неге ажырастыңыз? Айып болмаса. Еш айыбы жоқ. Тәукенің әкесінің дүниеден өткеніне 5 жылдан асып кетті. Түсінікті. Сүйіп едіңіз. Ол қазір маңызды ма? Жай. Осы кештен кейін олар жиі араласа бастады. Аз уақытта бір-бірін ұнатып, араларында сезім оты лап етті. Бірін-бірі көрмесе тұра алмайтын бой жеткенмен, боз баладай болған олар үйленуге де шешім шығарып үлгерді. Оны естіген Нұрсезімнің әкесі, қызым, асықпа, тұра тұр. Ата-анасымен бірге тұрады екен, Тәукенің жайы не болады? Ертеңгі күні шеттетіп жүрмей ме? Әкесі өмірде қызымыз бір шын ұнатып, сүйіп қалған екен. Әуелі танысып көрейік. Қайдан бұрын ажырасқанына қарағанда бірдеңе болып тұр. Ақымақ біреу болмаса араларында бала тұрғанда кінәсі жоқ. Керемет кеуден кім айырылады? Асықпай, зерттеп алғаның жөн деді. Нұрсезімнің әкесі мен анасына Жеңісбек бірден ұнады. Әкесі де Жеңісбекпен оңаша сөйлесіп көрді. Тәукеге әр келген сайын сыйсыз келмейтін ол, ұлдың да көңілін аулап үлгерді. Арада 6 ай шамасы өткенде олар үйленді. Енді Нұрсезімнің жаңа өмірі Жеңісбектің үйінде жалғасты.
Атасы мен енесі үлкендеу кісілер екен. Шеңісбек ортаншы бала. Өзінен үлкені де кішісі де үйленіп, өз алдарына үй болған. Нұрсезім алғашқы әзірге ұлды бізге тастап кете тұр, деген әкесінің сөзіне келіспеді. Тәукені өзімен бірге әкелді, ондағысы жаңа үйге үйрене берсін деген ой еді. Әрі үйіндегілерде бұның ұлы бар екенін білген соң, басынан қабылдағанын қалады. Тәукеге ішкені алдында, ішпегені алдында болған күндері көзінен бұлбұл ұшты. Нұрсезімнің енесі өте қытымыр кемпір болып шықты. Артық ауыз ас үйге кірсеңде шақтырмайды. Өзінен келіп дастарханның бетін сүртіп кететін жан еді. Оны басынан аңғарған Нұрсезім қатты ойға қалды. Танысқан кезінде жақсы жайлы жан болып көрінген енесі көз алдына да өзгеріп барады. Әйтеуір ұлын жанынан қалдырмай мектепке өзі апарып, бірге түстеніп, өзімен бірге алып кетіп жүргенін көрген енесі: «Қызым, ұлды неге бізбен қалдырмайсың?» деді. «Өзім сол мектептемін, жанымда болғаны өзіме жақсы». Бұл жауап оған ұнамаған болуы керек. Оңашада ұлына: «Келін баласын бізден бөлектеме бірдеңе. Айттым саған, бет ашылмаған қыз ал деп. Баласы да кісі киік бірдеңе, адамға жоламайтын» дейді. «Апа, неңіз бар кішкентай балада? Үйренсін, оңай дейсіз бе?» «Үйреніп не? Біз жейміз бе баласын? Көрде тұр. Ертең осы баласы басыңа бейнет болмасын. Қойыңызшы». Үйдегі жаймен Тәукенің жағдайын көріп Нұрсезім әзір бала көтермеске бекінді. Арада жыл өтті, уақыт өте сезім басылып, күйбің тірліктің қамытын басқа киген соң, қай-қайсының да шын мінездері көріне бастады. Алғашында келінге: «Қарағым, бәріміз бір үйде тұрамыз, бір қазан» деген болады. «Айлығыңды алса маған беріп отырғаның дұрыс. Жан-жақтан ақша жұмсағанның берекесі болмайды» деді. Нұрсезім іштей жақтырмаса да үндемеді. Шап етіп бетіне келгісі келмеді. Кештеу Шеңісбекке: «Шеңісбек, апам айлығыңды маған бер деп отыр. Бұл қалай болған? Онда тұрған не бар? Берсең бер». Бауыржан жазып отырған қағазын тастай салды. «Рас айтып отырсың ба? Мен тіпті сенің ақшаңды алғанын ерсі көріп жүрсем, бұларың қызық екен». «Несі қызық? Керек болса алып тұрасың». «Жоқ, мен бер алмаймын. Таңнан кешке дейін жұмыста жүреді екенмін. Ал табысымды өзгенің алақанына салып береді екенмін. Өзгенің емес, менің анам». «Тым қазақсыңдар, мына заманда не масқара? Анам үлкен адам, өзі бәрін билеп төстегісі келеді. Атамыздың ақшасы бар, жарамай ма? Азық-түлік әкеліп жатырмын, бізге бірге тұрғанмен бөлек отбасы саналамыз ғой. Не десең о де, мен балама ең ақыры іш киім сатып алу үшін де өз тапқан ақшамды өзім сұрап алып, жұмсай алмайды екенмін. Ренжіме». Шеңісбек үнсіз қалды, бірақ адуын ене үнсіз қалмады. Бір жұмыстан келгенінде: «Осы үйде келіншек болса да, бүкшеңдеп ас үйден шықпаймыз» деп айқайға басты. «Сағат әлі ерте ғой, кешкі асқа дейін уақыт бар. Қазір-ақ дайын болады» деді. «Қолымыз ұзарды ма деп едім. Қысқарды қолымыз, қысқарды». «Не болып қалды?» «Не болды? Келін емес, ене алдық, ене». Нұрсезім демін ішіне алып, өзін сабырға шақырып үнсіз тұрды. «Не тұрсың? Еттерді турасаңшы». Кешкі ас көңілсіз ішілді, үйдегі ауа райының онша емес екенін Шеңісбек те аңғарды. Жатын бөлмеге кірген соң: «Не реніш?» «Білмеймін. Келсем, тарсылдатып, сөйлеп жүр екен». Ертерек жұмыстан келуге келмей ме?» «Сағат 5-тен ерте шыға алмаймын. Жұмыс дей бермей қаралсаңшы, немері керек оларға». «Саған ше?» «Маған да жалғыз алданыштары Зәуре еді. Сен түскелі шешесі оны да жібермейтін болды». «Бола жатар». Нұрсезім екі-үшті қылып жауап бергенмен, іштей өзі де балалы болғысы келіп, әйел зат емес пе, жас сәбидің иісін аңсап-ақ жүр. Көп ұзамай жүкті де болды. Шеңісбек естіген сәтте қуанып: «Жаным, ұлымыз болады» деді. «Қыз да болуы мүмкін». «Қыз демеші. Оның не, қыздың несі жаман?» «Жоқ, Зәуре бар болған соң айтқаным ғой. Мен қыз болғанын қалар едім». «Кім болса да аман сау болсын». Арада тағы 9 ай сырғып өте шықты. Тәуке 3-шіге көшті. Қыз бала дүниеге келді. Әжесі есімін Зәуреге ұқсатып Зере деп қойды. Өзі енді баламен отырған соң Нұрсезім Тәукені мектепке таси алмай қиналды. «Нұрсезім, Тәукені неге нағашыларына бермейсің?» Күйеуінің мына сөзі Нұрсезімнің жанын осып өтті. Ұлы туылғанында тұтас әулет боп қуанып,
Төбелеріне көтерген ұлының жаңа үйде ешкімге керексіз болғандай өзін жаман сезінді. Баласын аяп та кетті, көзінен жасы ытқып кетті. Әкесі тірі болғанда ұлымды ешкім бұлай шеттеспес еді. Жаным, кешір. Мен жай атасы көлікпен мектепке тасиды ғой дегенім. Ешқашан Тәукенің жайына алаң болған емессің. Өзіңде таңертең жұмысқа шығасың. Күні кешеге дейін ішім шермейіп көлік айдап, ұлымды тасыдым. Сол кезде өзім үшін шығып бара, Тәукені ала кетейін деп, бір рет айтпаған сенен несіне жақсы сөз күтіп отырмын. Қойшы, не болса соған ренжімейін. Бұл не болса сол емес, ол менің балам. Бауыр етім, маған ауыр тимейді ғой дейсің бе? Әттең. Не әттең? Өкінесің бе? Қойшы. Болды. Нұрсезім күйеуіне ұзақ қарады. Күн санап аралары суып бара жатқандай. Әйтеуір Зерені бағып, үй шаруасымен алаңдайды. Көңілсіз. Өткендегі сөзінен кейін Жеңісбек Тәукені сабаққа апарып жүр. Оны да енесі артық көрді ме терезеден тысқа қарап тұрып. Балаң келе жатыр, ханның баласы ғой. Ашып қой есікті, біреу апарады әкеледі. Рахат болдыңдар шеттеріңнен. Таситын бір малай бар деді. Бұл сөздерден соң Нұрсезім әкесіне қоңырау шалды. Әке, Тәукені өзіңіз мектепке тасып апарып келе аласыз ба деді. Әрине, қуана-қуана тасимыз. Әжесінің екі қолы алдына симай отыр ғой, деді күліп. Жақсы болды. Күйеу бала күнде шықпай ма? Шығады, бірақ уақытында қайта үйге әкелу керек дегенде. Жақсы қызым. Тәуке атасының үйінде уақытша тұруға қуана келісті. Заттарын Нұрсезім ұлына байқатпағанмен жылап жүріп жинады. Күйеуге шыққанына да өкініші жоқ емес. Тып-тыныш жалғыз ұлымның шайын жасап жүре бермедім бе? Дейді іште. Бірақ Зересінің бетіне қараса бәрін ұмытатын. Қоңыр тірлікпен арада жыл өтіп Тәукеде 4-ке көшті. Зере жасқа келді. Сенбі жексенбі күндері Тәуке анасына келіп жүрді. Бір келгенінде, анашым, неге бөлек тұрмаймыз? Сендерді сағынам. Зере екеуіңіз де бір үйге келіп тұрсаңдар, жақсы болар еді. Балам, өскен соң түсінесің. Әкең тірі болғанда бір отбасы болып тұрар едік. Амал жоқ. Ол бізді тастап дүниеден өтіп кетті. Әкең сенің өте жақсы адам еді. Адамдарға жалғыз жүрген қиын, сосын мен Жеңісбек ағаңа қайтадан тұрмысқа шықтым. Енді менің отбасым осы жер. Тәуке бала болса да сабырлы, ойлы, ақылды еді. Бәрін анасының қас-қабағының аңғарып тұратын баяғыдан әдеті. Атасы мен әжесіне еркелегенмен, бала болып, еркінсіп, кетпейтін еді. Анашым, менің түрім кімге ұқсаған? Атам әкеңе аумайсың дейді. Иә, атаң дұрыс айтады. Марқұм әкең де сен секілді ұзын, қара торының әдемісі болатын. Сізді жақсы көрді ме? Әрине, жақсы көрді. Еш уақытта ауыр сөз айтып, мені ренжіткен емес. Ол өте адамгершілігі мол, ашық адал жан еді. Мен де әкеме ұқсағым келеді. Мен әкемнің туған жерін көргім келеді. Бір реті келсе алып барам. Олардың үйі айтып отырған әңгімелеріне Жеңісбек араласты. Не айтып жатырсыңдар? Жай, менің әкем жайлы. Жеңісбекке бұл ұнамады білем, Тәуке шығысымен. Не, бұрынғы күйеуіңді сағындың ба? Тәуке әкесі туралы білгісі келеді. Онда не тұр? Өліп қалған адамды несіне сұрайды? Нұрсезімнің жүрегі шымитты. Күн өткен сайын таң қалдырып барасың. Ең болмаса қайтқан адам жайлы олай қатты сөйл айтпасаң етті. Же болар, ойнап айтқан. Анам шай ішем деп жатыр, ас үйге баршы. Бөлмеден шықпай қалдың ғой. Нұрсезім шай қамына кірісті. Ой құшып жүр, Жеңісбекке деген сезімі күннен күнге өшіп, түбімен жойылып бара жатқандай. Таң атса күн батады, әйтеуір күйбең тірліктің қамымен жүріп жатыр. Середе үйтіп-бүйтіп екеге келді. Жаңа оқу жылына қарсы Нұрсезім жұмысқа шыққысы келді. Жеңісбек, Сере 2-ден асты. Қыркүйекте жұмысқа қосылсам деймін. Үйдегілер үйреніп қалып еді. Кімге? Сенің үйде болғаныңа. Анам тағы да ренжитін болды. Сендер мені үй қызметшісімен шатастырып алған жоқсыңдар ма? Жетер енді. Керек жарағыма да ақшам жоқ. 1 жыл қызымның жәрдемақысын жараттым. Соңғы жыл анамның ақша сұрап келдім. Болар. Айлығыңда алысымен көлігіңнің майын құйып, телефонның ақшасын салып, қалғанын түгел үйге әкеп беріп жүрсің. Мені ойлап, осы қасқаға да ақша қажет болар ау,
әйел адам деп мені ойлаған біреу бар ма? Мен неге сендерді ойлауым керек? Нұрсезім, артық кетпе. Үйде отырған адамға ақша не керек? Тәукені қоспағанда өзімнің ұсақ түйектеріме, қызыма киім-кешек дегендер аспаннан салбырап түсе ме? Есіңе салсам, Зере сенің де қызың. Ұсақшылсың. Осы күні байқап жүрмін, үйленерде басқа адам сияқты еді. Үйленген соң басқа болып кеттің. Нұрсезім қарқылдап күлді. Солай ма? Осы сөзді мен саған айтқым келіп еді. Алдымды орап кеткеніңді қарашы. Олардың дауы бітпеді, жұмысқа шығу мен шықпау жайлы әңгімеде үйде жыр болды. Құлағына жеткен соң енесі де қарап қалмады. Баласын қостап, Шеңісбек дұрыс айтады. Менің балам қарар, шамам жоқ. Сенің айлығыңнан бізге де пайда жоқ. Қартайған шағымызда уақытылы асымыз дайын болып, келін жұмсағымыз келеді. Онда күйеуімнің айлығынан маған да беріп тұрыңыз. Біз де адамбыз. Біздің де шығатын, қыдыратын жеріміз бар. Киінгіміз келеді. Алдыңда тамағың бар, одан басқа не керек? Адам тек қана ауа жұтып тамақ ішпейді ғой. Онда шықсаң шық, бірақ қызыңды өзің бірдеңе қыл. Шешеңе апарып бересің бе? Не істесең оны істе. Айтқан ақылға құлақ түрмесең біргеніңді қыл. Босқа да сөзіміз тыңдаусыз, қадіріміз жоқ екен. Біз кетеміз. Кіші ұлдың қолына барамыз. Баяғы келіншегі де жұмыс деп ақшаға құнып, ақыры кетіп тынып еді. Мына түріңізбен әлі талай келін аларсыз. Шеңісбектің бірінші некесінің неге сәтсіз болғанын түсініп келем. Балаңыздың тағдыры ойыншық болса, осы қарқыныңыздан танбаңыз. Жылы орныңызды суытпай-ақ қойыңыз, мен кетем деді. Нұрсезім өзінің қатты айтқанын біліп тұр, бірақ шыдамының шегі жеткен еді. Шеңісбек кетпе дей алмады, үнсіз анасына қарап шалтақтады да қалды. Зерені киіндіріп алып, Нұрсезім әйел далада бір шықты. Әкесінің үйіне келді. Болған жайды басынан аяғына дейін байындап берді. Анасы, қызым, отбасы болған соң болады. Ондай ұсақ нәрсеге бола неге кеттің? Жасама десе жасамай-ақ қой жұмыс. Ел ертең екі байдан келді демей ме? Жетер, қыздың миын жеме. Әкесі анасына шегіп тастады. Ят деп өреме. Олардікі дұрыс болмапты. Көк тиын ақша бермесе жұмысқа шығуына қарсы болып отырса, демек басынғандары. Менің қызым ешкімге қызметші емес, қызметші де еңбегіне ақы алады. Күйеуің таза ез екен. Анасының етегінен шыға алмай тұр ғой. Болар, енді олардың аттарын атаушы болмаңдар. Нұрсезімнің жылдар бойы жиналған өкпесі шименде. Тіпті кейінде қосылмайтынын анық біліп тұр. Барып заңмен арыз беріп ажыраспақ болды. Бірақ Шеңісбек қосылуға ниет білдіріп, жиі келгіштеді. Оның бір сөзіне де сенбеген Нұрсезім оны қайттан маңына да жолатпады. Шеке өмірін жылы жауып, ендігі жерде ұл қызарының жайына ғана алаңдады. Біреудің баласына біреу әке бола алмайды деген ұстанымды есіне мықтап сақтады. Құрбыларымен араларын түзеп, бұрынғыша араласа берді. Уақыт сырлап өте шығыпты. Көзді ашып жұмғанша Тәуке 9 класқа көшіп, Зере мектеп табалдырығын аттады. Әкесі іздеп келмеді, қызын көруге де құлықсыздық танытты. Есесіне 3 мәрте үйленіпті. Ұлды да болыпты. Әйтеуір өздерімен шаруасы жоқтығына Нұрсезім қуанышты. Жылдар өтіп жасы да 40-қа таяды, жақында 38 жасын тойлады. Құрбыларының тілектерінен соң расымен де жеке өмірі жайлы ойлана бастағандай. Жалғыздықтан да жалықты. Балаларым өсіп қалды, жаныма серік керек деп, те ара-тұра ойланып қояды. Анасына айтып көріп еді, қызым ау, бұрыннан айтып жүрмін ғой. Балалар қазір-ақ өседі, жаныңа серік керек деп. Елдің 2 байдан 2 баласы бар деген сөзінен қашып жүрмін ғой. Ой, қызым ау, кімнің кімде шаруасы бар. Айтса айтып, ауыздары ауырғанда қояды. Не қыласың? Дұрыс адамың бар ма? Адам болғанда не ғой? Өткенде желідегі бір жігітпен танысқамын. Қанша жылдан бері бір танысқаным шығар. Бірақ бұрын жастау күнінде үйленген екен. Көп тұрмай ажырасқанға ұқсайды. Енді тұрмысқа шық деп қол қалап жүр. Есімі Бақтығали. Неге ажырасыпты? Білмеймін. Студент кезінде үйленіпті. Тым жас болдым, ештеңенің байыбына бармадым дейді.
Әрі қарай қазбалап сұрамадым. Бала бар ма? Жоқ, көп тұрмай ажырасқан. Әкесі мен анасы бар, кіші інісімен тұрады. Өзінің пәтері бар, жұмысы бар. Қарапайым, бұлай жаман жігіт емес секілді. Кейін өзгеріп кетпесе. Өзіме әзірге ұнайды. Онда не мәселе? Жай аузым күйгені бар емес пе? Үйленгеннен кейін өзгеріп шыға келеме деп. Асықпай араласа тұр, жазға таман көрерсің. Әкемнен де қысылам. Ұят, несі ұят? Ол өзі айтып жүрген. Рас па? Рас, әкеңді білмейсің бе? Анасымен арада болған әңгімеден соң Нұрсезім Бақтығалимен араласып көрмеке шешті. Мен ұзақ күте алмаймын, ақыл тоқтатқан жандармыз. Үйленсек деймін. Әуелі балаларыңмен таныстыр, олардың сынағынан өтсем деді. Қойшы, балалар ғой, сені сынап не қылсын? Қалжың ғой, маған үйренсе берсін деген еді. Төбі бірге тұрамыз дегендей. Оған асықпа? Неге? Мен қорқам. Неден? Тәукенің әкесі мезгілсіз қайтты, оны білесің. Серенің әкесімен келіс алмадық. Анасы жақтырмады. Ал өзі Тәукені қабылдай алмады. Баламды түртпектеп өзімді адам құрлы көрмеген соң бір жола кеттім. Өзімді судан таза сүттен ақпын дей алмаймын. Менің де кемшіліктерім бар шығар. Бірақ мен бірінші орынға балаларымды қойған адамын. Менімен де сондай сәтсіз неке болып ажырасып елге тағы да сөз болам деп қорқасың ба? Солай ма? Дәл солай. Маған өмірімдегі әр өзгерістерден соң өз-өзіме келу оңай болған жоқ. Қайталанам ма деп қорқамын. Тәуке мен Зере жаутаңдап қалмаса деп тілеймін. Өзімнің жеке өмірімде жылы жауып, бір жаққа сырып қоюымның да себебі сол еді. Сені кездестірген соң жасырмаймын, ойым өзгерді. Өзің айтқанда ересек адамдармыз ғой, ашық айтып жатырмын. Жаным, негер қорықсаң алдымен балаларыңды таныстыр. Мен бәлкім тап туған әкелеріндей болмағанмен, ағаларындай болармын. Мен жалпы балажан адамын. Сені сүйем, және сенің жақын адамдарың мағанда бөтен емес. Нұрсезім әкесімен ақылдаса келе балаларды Бақтығалимен таныстырды. Тәукенің әбәт дегеннен әңгімесі жараса кетті. Төртеу анамынан айтып ас ішті. Алғашқы таныстық үшін бұлай жаман емес секілді. Балаларды үйге кіргізіп жіберіп жанына келген Нұрсезімге не деп жатыр? Оларға ұнадым ба? Қалай ойлайсың? Нұрсезім күліп. Қойшы, бірден есік аузында Бақтығали қалай? Сендерге ұнады ма деп сұрамаған шығармын. Олың ақылды болып өсіп келеді, қызың пысық екен. Еті тірі бір жерден шығады. Өзіңе ұқсапты. Екеуміз қосылсақ Сереге ұқсайтын қызым болса деймін. Яғни саған ұқсаған. Оны көре жатармыз. Неге? Неге соза бересің? Сөз берем. Бізде бәрі жақсы болады. Олар ақыры 3 айдан соң екі жақ құдаласып үйленді. Жаңадан тіктелген шаңырақтың іші қуанышқа толды. Тәуке бірге тұрады деген аты болмаса, көбіне атасының үйінде. Анашым, сіз түсінбей қалмаңыз, бірақ мен көбіне атамдікінде болсам деймін. Неге? Мұнда ұнамай ма не? Жоға, неге ұнамасын? Енді Бақтығали аға өте жақсы адам, сіздермен ұнайды. Тек анда атамдар екеуден екеу қалды. Қоқыстарын төгіп, дүкеннен нан әкелсем де. Ой азамат, қайырымды болып өсіп келесің. Енді оларда бізге үйреніп қалған, біз сыпырылып кетіп қалдық. Кеше сабақтан соң соғып едім, екеу отыр. Үйтіп тыныш, әрі сабағыма да жақын, достарым да сол жақта. Жә, түсінікті, сен үлкен жігітсің. Өзіңе не керек екенін білесің, қалауың білсін. Тұрғын келсе тұра ғой, Тәукенің атасының үйінде тұратынын естіген Бақтығали. Жаным, бізде жайсыз болып жүрген жоқ па? Жоқ, өзі аталарына кішкентай күнінен үйренген. Оның үстіне сабағына да жақын, өз қалауы білсін, үлкен жігіт деді. Иә, есейіп келеді. Олардың қарапайым тірліктері жалғаса берді. Біреуден ілгері, біреуден кейін боп, күн санап өтіп жатыр. Нұрсезімнің де қорқынышы басылып, көңілі орнына түсті. Ендігі арманы сәбилі болу, Бақтығалидің да тілеуі сол. Бірақ көп ұзамай ол тілектері де орындалды. Дәрігерден Нұрсезім қуанышты шықты. Кеудесін түсініксіз бір сезім билеп барады. Мен тағы да ана атанам, дейді қайта-қайта. Ол әуелі жұмысына келді, үйге асығып барады. Бақтығали өз аузымен айтпақшы. Күн санап күтіп жүрген оның қалай қуанатынын да болжап жүр. Үйге торт пен жеміс ала баратынын да, үйге бара сала етте асып,
мерекелік дастархан жаятынын да жоспарлап үлгерді. Жұмыстағы 2 сағаты өтіп болмады. Әйтеуір шықты-ау, жолай дүкенге соғып, енді үйіне қарай бұрылғаны сол еді. Алдынан әдемі келіншек шыға келді. Бақтығалидың келіншегісің бе? Деді. Я, таныспыз ба? Жоқ, таныс емеспіз, бірақ мен сені танимын. Енді не сұрағыңыз бар? Ештеңе, шай, мен де оның келіншегі болғам. Бұрын кімде кім болмады? Түсінбедім. Түсінбесең сол, өткен өтті, кеткен кетті. Кімнің басында не болмайды? Өткен нәрсе несіне қопсытамыз. Шай, баласына көмек бермей жүр. Не? Қандай бала? Ол бала. Нұрсезімнің көз алдына бәрі сыр етіп өте шықты. Басым меңзең болып, маған өтірік айтқаныма деп, жаман ой шырпып етті. Әрі қарай тыңдамастан тез-тез басып алға қарай жүріп кетті. Үйге келген бойы Бақтығалида жұмыстан келді. Әдетінше, жаным, сенің апельсиніңді әкелдім. Осы сен неге апельсин жақсы көресің? Қышқылма бірдеңе ғой деді. Үндемеді. Неге үндемейсің? Жай, Нұрсезім, саған не болған? Ештеңе. Келші. Бақтығали оның қолынан ұстап, өзіне қарай тартты. Не болды? Айт. Басынан бастап айтал. Ол томаға түйік болып, ішімдегіні тап деп жүрген дұрыс емес. Біз үлкен адамдар емеспіз бе? Қаны, Нұрсезім, одан әрі қайдан соза берсін? Бақтығали, неге жасырып қалдың? Маған сенбедің бе? Әлде өмір бойы білмей қалады дедің бе? Айтсаң түсінетін едім ғой. Менің де балаларым бар. Мені сонша кім көрді? Тоқта, нені айтып жатырсың? Балаңды айтам. Түк түсінсем бұйырмасын, қандай бала? Есіңнен танбашы, сенің бірінші некеңдегі балаң, ұлың бар екен. Ұлым? Қайда? Кім айтты оны саған? Бұрынға ерім. Бақтығали қарқылдай күлді. Жаным-ай, кішкентай бала құсап, не болса соған сене бересің бе? Жоқ, ешқандай бала, өмірімде балам болып көрген жоқ. Бірақ сенен болса деп тілеп жүрмін. Онда неге айтты? Ол өзі сондай адам. Мен оған 2-ші курста жүргенде аяғым ауыр деген соң үйленгенмін. Бірақ бала жоқ екен. Сол. Оны білген соң ажырасып кеттім. Үйге келіп айқай шығарған соң әкем қатты кісі еді. Үйленгенімді талап етті. Бірақ кейін шындықты білген соң ажырасып кеттім. Адамның сыртынан ғайбат айтқым келмеп еді. Бірақ болса да айтылған екен. Ажырасу себебі де айтайын. Қуыршақтай боп жүргеніммен көп өтірік айтатын. Тұра алмайтынымды білдім. Сол. Түсінікті. Нұрсезім өзінің қылығынан ұялып қалды. Бір кезде есіне сап ете қалды. Тоңазытқыштан тортты алып шықты. Мәссаған, ненің құрметі. Менің тұңғыш баламның бар екенін біліп, шумақшы болдың ба? Бақтығали қалжыңдай күлді. Торттың бетіне қарасаңшы, анықтап деді. Бұл не? Неге жартысы қызыл, жартысы көк? Ай, романтикадан алыста қалған күйеуім-ай. Менен өткен қалжыңбас болып барасың. Сынықтан басқаның бәрі жұқпай ма? Ең болмаса мыналарға қарасаңшы деп, ол қолымен торттың бетін көрсетті. Бала? Иә, мен жіктімін. Не? Рас па? Ол Нұрсезімді құшақтай алды. Тіпті көзіне жас келіп қалды. Манадан осыны айтпайсың ба? Жаным-ау, қандай бақыттымын. Мен бақыттымын деді. Ол не, анашым? Шулап жатсыңдар ғой деді. Кел, Серетай. Сенің не, інің, не, сіңнің болады? Рас па? Рас. Бақтығали Зерені де құшақтап маңдайынан сүйді. Біз енді үлкен отбасыға айналамыз, мәңгі бірге боламыз деді. Күйеуінің жанына келген Нұрсезім, сені кезіктірген тағдырыма ризамын. 2 мәрте өмірдің сынағын көріп, тауым шағылып, бақыттың жолын жауып қойғанымда, жолыма үміт сыйлап, өміріме өң кіргізсін деп, маған тағдыр сені кезіктірді. Көзқарасымды өзгертіп, өмірде барлық адам қай уақытта да бақыттан үміт үзбеу керектігін үйреттің. Нағыз махаббаттың қандай болатынын үйреттің. Адамгершілік пен кеңдіктің қандай болатынын көрсеттің. Мен сенің жаныңда нағыз нәзік жанды әйел заты екенімді сезіне алдым. Рахмет саған деді. Әңгіменің соңы. Әңгіме ұнады ма, өзгелерге де әңгіме көрініп, таралу үшін лайкты аямай басып, пікірді пытырлатып жаза кетіңіздер. Алғысым шексіз.